білгендей, бүгінгі мектеп бітіруші жас түлек еліміздің ертеңі. Мамандық таңдау адам өміріндегі ең жауапты кезең. Оқушылардың мамандық таңдауына көмектесу, дұрыс бағыт-бағдар беру біздің басты мақсатымыз. Биылғы оқу жылында мектебімізде 9 мектеп бітіруші түлектер бар. Оның ішінде 6 оқушы ұлттық бірыңғай тестке өз өтініштерін білдіруде. Елімізде төтенше жағдай жариялануына байланысты 2020 жылы 15 сәуір мен 10 мамыр аралығында ұлттық бірыңғай тестке қатысу үшін өтініш онлайн түрінде жүргізілді. Мектеп түлектерінің өтініштері толығымен қабылданды. Тестілеу кезінде барлық санитарлық шаралар жүзеге асырылады. Пандемияға байланысты оқушылардың қорытынды бағасы оқу жылындағы бағаларға сәйкес қойылады. Мемлекеттік емтихан болмайды. Кәсіби бағдар беру жас ұрпақтың өзіне ұнаған тиісті мамандықты саналы талдап алуға, дайындауға бағытталған іс-әрекеті. Мамандықты таңдауың, болашағыңды ойлауың дегендей, мектебімізде үнемі жоғары оқу орындарымен кездесу ұйымдастырылып отырады. Атап айтқанда, Қайнар академиясы, Серпін бағдарламасы, Талдықорған қаласындағы Илья Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік колледжі, сонымен қатар Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті. Түлектердің мамандықты дұрыс таңдау мақсатында Дарын онлайн платформасы арқылы оқу орындарын бейінді пәндері бойынша мамандықтарды таңдауға болады. Жүсіпбек Аймауытов айтқандай, мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе. Мен Абдикаримова Назерке, Абай атындағы орта мектебінің 11-ші сынып оқушысымын. Қазіргі белгілі себептерге байланысты қашықтықтан оқып жатырмыз және қашықтықтан ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып жатырмыз. Менің таңдап отырған пәндерім ағылшын және дүниежүзі тарихы. Менің болашақ мамандығым мұғалім. Мұғалім ол болашақ ұрпақтарды қоғамдық өмірге тез әрі жеңіл қосылу үшін және сол қоғамның сол мақсаттарды орындайтын адамдарды тәрбиелеу және оқыту қажеттілігі себебінен әлемдегі ең кең таралған мамандықтардың бірі.